Енді Қасым-Жомарт Тоқаевтың спикер болып сайлануының ешқандай жаңалық жоқ ода. Қасым-Жомарт Тоқаев осы мемлекеттегі үлкен қызметтердің барлығын істеп шықты. Министр, вице-премьер, госсекретарь, премьер, қайтадан председатель сената, одан кейін қайтадан министр, енді қайтадан қазір сенаттың төрағасы болып қайта оралды. Ода ешқандай жаңалық жоқ. Ешкім жаңалық ашқан жоқ. Ал енді Қазақстан азаматы ретінде президентке үміткер болуы мүмкін, сайлауға қатысуы мүмкін, халық оны сайлауы мүмкін. Сайлаған кезде Қасым-Жомарт Тоқаев демократияны енгізеді деп есептеймін. Неге десең, егер ол демократияны енгізе алмаса, не болмаса енгізгісі келмесе, онда оны шетел көзін шұқиды. Шетел оны қатты сынайды. Неге десең, мынау әгі сыртқы істер министр болып тұрған кезде дүние жүзін аралап, дүние жүзіменен келісім сөз жүргізді. Ал енді мына соңғы қызметінің өзі, бұл демократиялық қызмет, демократияны қолдайтын қызмет. Егер ол ондай пікірі болмайтын болса, бұндай үлкен қызметке дүние жүзінің деңгейіне оны тағайындамас еді. Сондықтан менің сенетінім, егер бір себептерменен үміткер болып, артынан халық сайлайтын болса, Тоқаев демократияны толығынан енгізеді деп сенемін.